Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең оңай 20 минутта дайын болатын болонезе дайындаймыз. Асығыс кезде тез жасалатын ең оңай тамақтардың бірі әрі тойымды тамақ. Сковородкамызға 100 грамм пісте майымызды құйып қыздырып аламыз. Майымыз қызған соң үстіне фаршымызды саламыз. Фаршты жақсылап қуырып аламыз. Енді екі қызанағымызды теркадан өткізіп аламыз. Үш тісше чесногымызды ұсақтап аламыз. Одан кейін бір қызыл болгарскийімізді ұсақтап майдалап турап аламыз. Қуырылған фаршымыздың үстіне чесногымызды салып, тағы да араластырып қуырып аламыз. 2 ас қасық томат саламыз. Теркадан өткізілген қызанағымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қызанағымыз қуырылып болған соң үстіне болгар бұрышын саламыз. Татымына қарай 1 ас қасық тұз және аздаған қара бұрыш салып араластырамыз.
Фаршымыз толық қуырылып болған соң, видеода көріп тұрғандарыңыздай, кіші стаканмен 2,5 стакан су құямыз. Баяу отта сковородкамыздың бетін жауып, 15-20 минут пісіріп аламыз. Бөлек ыдысқа су құйып қайнатып аламыз. Одан кейін үстіне 1,5 ас қасық тұз салып, сұлтан спагеттиін пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, подливіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, подливіміз дайын. Спагеттиіміз піскеннен кейін осылай жеке ыдысқа сүзіп алып, салқын суға бір салып аламыз. Ал енді спагеттиімізді тарелкаге саламыз. Спагеттидің үстіне подливімізді саламыз. Дайын болған болонеземіздің үстіне сырымызды үгітіп саламыз. Баршаңызға ас болсын, үйде жасап көріңіздер. Ең оңай жасалатын тағамдардың бірі әрі тойымды. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.